Бұл ойыншыны кім біледі? Кандехо, 388 ойыншы. Бұл кім? Дұрыс, бұл кукла Йонхи. Келеңізді арғары жалғастырамыз. Бұл кім? Әрине сенікі дұрыс. Бұл 120-шы ойыншы. Енді бұл ойыншыны барлығымыз білетін шығармыз. Достар, алдағы уақытта осындай видеоларды көргіңіз келсе, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Дұрыс, достар. Сон Ги Хун, Игра в кальмаре 2 сериалының басты кейіпкері. Ол берілген суреттен артық Йонхиді таба аласың ба? Бұл жерде Йонхидің көйлегінің түсі басқаша. Бұл сұрақтың жауабын таба аласың ба? Неліктен Сон Ги Хун екінші рет ойынға қатысты? А варианты ойынды жеңу үшін, Б варианты ойынды тоқтату үшін, С варианты өз қызын табу үшін. Сон Ги Хун ойынды тоқтату үшін және осы ойынның артында кімдер тұрғанын табу үшін осы ойынға екінші рет қатысты. Сенің ойынша Сон Ги Хун екінші ойында жеңіске жете ме? Қай нұсқасын таңдадың? Егер иә десең, каналға жазылып, комментарийға керемет бір смайлик таста. Егер де жоқ жауабын таңдасан, онда лайк бас. Бұл қай кейіпкер? Керемет! Әрине бұл таныс. Таныстың шын есімі кім? Дэсун, Топ немесе G-Dragon. Таныстың шын есімі Топ, кей-поп жанрында өз елінің жұлдызы. Челленджді жалғастырамыз. Сізге таныс ұнай ма, әлде жек көресіз бе? Достар, жауаптарыңызды комментарийға қалдырыңыз. Розовый солдаттар. Әрине дұрыс, достар, бұл Хванг полицей. Видеоға зер салып қараңыз. Кейіпкердің маскасында қандай фигура? Я, бұл 3 бұрыш. Әрине дұрыс, бұл вербовщик сериалдың басты кейіпкерлерінің бірі. Бұл ойынды кім біледі?
Бұл бес аяқты пентатлонның соңғы ойыны Джеги. Достар, бұл 6 ойыншыны дұрыстап қарап алыңыздар. Қазір керек болады. Синджу, яғни 120-шы ойыншы қай ұяшықтың артында жасырынған. Бұл ойыншы екінші ұяшықтың артында жасырынған. Кім дұрыс тапты? Бұл қандай ойын? Дұрыс достар, бұл Дагджи ойыны. Ал бұл ойынды кім біледі? Дұрыс достар, бұл пішня ойыны. 6 аяқты пентатлон ойындағы кіші ойындарды ретімен қойыңыз. Достар, дұрыс жауапты кім тапты? Кімнің есте сақтау қабілеті мықты екен? Келесі тапсырма Дагджи қағазын қай ұяшықтың астында жасырынғанын табуымыз қажет. Әрине дұрыс, ол 3-ші ұяшықтың астында жатыр. Бұл қай ойыншы? Әрине, бұл фронтмен. Келесі кейіпкер кім? Қоқаудың очкиді қатын сияқты, бұл очкарик Парк Йонг Сик. Бұл эмоджилар қай кейіпкерді сомдап тұр? Достар, Йонсиктің мамасы Жаң Жүйімжа. Тілім сындырып алып алдым қасқа. Достар, қысқасын каналға жазыламыз. Давайте жақсы, көріскенше.